Сәлем YouTube көрермендері, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз TikTok'та монетизация аккаунтын қалай ашамыз, соны үйренетін боламыз. Монетизация дегеніміз TikTok'та просмотрлар арқылы ақша табу. Ол үшін тексеріп көрейік. TikTok студияға кіреміз. Міне программа наград для авторов дейтін сөз болу керек. Сонда ғана сізде монетизация қосып алуға болады. Ол үшін алдымен настройкаға кіреміз және айтиға геопозиция деп жазамыз. Геопозиция дейтін табылғаннан кейін кіреміз. Кіргеннен кейін поделиться геопозицией деп тұр ғой, соны жауып тастаймыз. Одан соң Google-ге кіріп Outlook почта деп жазамыз. Және бірінші тұрған Microsoft-қа кіреміз. Кіргеннен кейін төменгі жағында создать бесплатную учетную запись дегенге кіреміз. Осындай бет ашылады. Ашылғаннан кейін почта аккаунт жазып құрастырамыз. Почтамызды жазамыз және далее батырмасын басамыз. Создать пароль дейтін бет ашылады. Осы жерге паролімізді жазамыз және далее батырмасын басамыз. Фамилия, имя деген жерге фамилияларыңыз бен аты жөндеріңізді жазасыздар. Далее басасыздар. Содан кейін осындай укажите дату рождения деген ашылады. Қазақстан деп тұрған жерге Корея Республикасы деп таңдайсыздар. Дейін туған күндеріңізді, датасын, айын, жылын жазып, далее басасыздар. Одан кейін робот емес адам екендеріңізді дәлелдейсіздер. Осындай тапсырмалар шығады, осыны орындайсыздар және отправить басасыздар. Осындай адам екеніңізді дәлелдейтін деген жазу шығады. Содан кейін барып осындай бет ашылады, далее басасыздар және ары қарай осындай жазу шығады. Не выходит из системы деген даны басасыз. Содан кейін почталарыңыз осылай ашыла бастайды. Вашу новую учетную запись деп шығады. Екінші бөлімде TikTok'қа қалай тіркелу керек екендігін сіздерге көрсетемін. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер.